Жаз мезгілінде әлем бойынша әрбір 3 секунд сайын балмұздақ сатылады екен. ақш-та жыл сайын әрбір азамат орташа есеппен 20 келі балмұздақ сатып алады. Балмұздақ осыдан 5000 жыл бұрын пайда болған. Біздің заманымызға дейінгі 3000 жылдары Қытайда дастарханға апельсин, лимон, анар кесінділермен араластырылған қар мен мұз қойылатын болған екен. Бүгінде көпшіліктің сүйіп жейтін тағамына айналған балмұздақтың пайдасы мен зияны турасында біз не білеміз? Жаздың аптап ыстығында шөліңізді балмұздақпен басасыз. Дәмі тілі үйретін балмұздақтың денсаулыққа зиян тұстары да бар. Ал тәтті құмар қыз-келіншектер үшін балмұздақтан бас тарту қаншалықты қиын болғанымен, артық салмақ қосып алу қаупі де жоқ емес. Салмағы үлкен адамдар, холестерині көп адамдар, инсульт деген аурулар бар, жүректің жаңағы ишемия деген аурулар бар. Олар енді балмұздақты аздап жеу керек. Зерттеушілер 3000 жыл бұрын балмұздақ Қытай императорларының сүйікті асы болғанын айтады. Кейіннен венециялық саяхатшы Марко Поло Қытайға арнайы барып, балмұздақтың жасалу құпиясын біліп, Еуропаға алып келеді. 18 ғасырдың ортасына дейін балмұздақ тек жаз мезгілінде сатылатын болған. Тек 1750 жылдан бастап үздіксіз өндіріп, сату қолға алынды. Қазір енді өндірушілер балмұздақтың ішіне эмульгатор дейді, ароматизатор дейді, сондай элементтер қосады. Ондай жағдайда балмұздақ аллергия беруі мүмкін. Ата-аналардың көпшілігі балаға балмұздақ жеуге болмайды деген пікірде. Алайда 3 жастан асқандарға айына 1-2 рет шоколад қосылмаған балмұздақты жеуге болады. Себебі оның құрамында кальций мен ақуыз мол. Балмұздақты енді миндалина безі бар ғой, операция жасағаннан кейін жеуге ұсыныс береміз. Және кішкентай жас өспірімдерді жаңағы тамақтары ауырмас үшін төмен температураға тамағы үйрену үшін сонда балмұздақ жеуге болады. Ғалымдар балмұздақты жиі тұтынып тұру депрессиядан шығуға көмектеседі дейді. Өйткені балмұздақ жеген соң ағзада серотонин деп аталатын көңіл күйді көтеретін гормон түзіледі. Ендеше көңіліңізді көтеріп жаныңызды жадыратқыңыз келсе, балмұздақтан дәм татыңыз.